Mına mешіттерімізді de biz таза сақтауымыз керек. Көп бауырларым мынау аяқтарын жума келеді деп, көп имамдар айтып жатады, жаңағы неден иісі шығып жатады дейді. Бұл ахлу-сүнна уәл жамаатта 4 мазхабта дәреттің 4 парызына барлығы келіседі. Бетті жуу, аятта Құран-ы Кәрімде: "Ей иман келтіргендер, намазға тұрсаңдар, беттеріңді жуыңдар, қолдарыңды жуыңдар, бастарыңа масық тартыңдар, аяқтарыңды тобығына дейін" деп тоқтады. Сонда біз Құран мен сүннатты бірге алып жүретін қауымбыз. Усман радиаллаху анху кеп айтты: "Пайғамбар алейхиссаламнан қалай дәрет алғанын сендерге көрсетейін ме?" деді. Аузына су алды, мұрнына су алды, бетін жуды, қолын шынтағымен қосып жуды, басына масық тартты да аяғын тоғымен қосып жуды. Бұл сүннаға амал қылмай тұрған шииттердің мешіттері не болады? Сасық болады. Олар аяқтарын жумайды. Өйткені аяққа дейін деп тоқтады деп бастарына масық тартқан болып, олар аяғына да масық тартады. Өткенде бір бауырымыз Иранға барып, сол дәрет алатын жерде олар бетін жуады, қолын жуады, басына масық тартады да кіріп кете береді. Сол жерде аяғын жуған ғой, ана жерде ұрыс керіс болып кете жаздаған. Біздің кейбір бауырларымыз шиит десең шиит емес, сүннит десең сүннит емес, кеп тұрып жаңағы нәсиге масық тартып, мешітті не қылмау керек, мешітті біз састауымыз керек. Масжид дейді. Масжид деген нәрсе ол неден алынған? Сәжде қыла тұрған орын. Біреудің аяғы қойған жерге біреуіміз кеп нәпіл намаз оқығанда білмейміз ғой. Үйерге біз не қыламыз? Басымызды қоямыз ғой. Ол не тазалық? Абу Ханифа 4 парыз десе, Имам Шафи 6 парыз деді. Оның ішінде де бетті жуады. Тек қана ол қосты, жаңағы ниетпен тәртіпті қосты. Имам Малик 7 парыз деді. Ол ниетпен тәртіпті қосып, муала дейді, бетіңді жуып, бетің кеппей жатып, қолыңды жу деді. Қолың кеппей жатып, басыңа масық тарт деді. Басың кеппей жатып, аяғыңды жу деді. Ахмад ибн Хамбалдың да сол 4 парызға қосқаны ниет, тәртіп, іс қылау деді. Бүкіл ахлу-сүнна уәл жамаатта ол 4 парыздың парыз екеніне бекіткен.